Ay Aslanbek kelmesen de kemel жасқа. Өлеңді саязdatпай терең баста. Мен болмасам қаз қуып жүререң деп, айттың ау өрескелде өлең босқа. Сен болмасаң өлмейміз Аспанбекжан, батыста ақын жоқ па сенен басқа. Аспанбек батпан сөз әкелді, Жандарбек жауабыңды тез әкелді. Әкесін көрмей жүр деп айтасыңа озбыр қылып көрсетпе озат ерді. Мен қазір Жетісуға көшіп барғам, сағынсам көр аламын тез әкемді. Сол әкем бата беріп аттандырды, көріп қайт деп мұндағы азат елді. Сол сұрақты өзіңе қояйыншы, сен қашан көріп едің өз әкеңді? Батыста беріп жатыр батырлар ас, айттың ау қайын жұртым хақында рас. Тоқайып мені мүлде танымайды, сондықтан ол жағына қатырма бас. Дәл сені Тоқайып кеп тоқпақтамас, мықты болсаң алып ұр тақымға бас. Президент премьер кеп көтермейді, перзентім деп көтереді ақындалаш. Айтыстайын жезде қып ерманыпты, талайды отырғыздың тақыры қарас. Сол жезден талай сүйреп жүлді әперді, жан болсаң да мәреге жақындамас. Енді менің сөз қылып әйелімді іс қылдың, есі бар жан мақұлдамас. Айысқа шықсаң болды айтатының, қайын жұрт балды жезде қатын қалаш. Барден кейін әйелден аспай жатса, Құдай үшін жаныма жақындамаш. Кімнің қызын алсам да не шаруаң бар, өз қызыңды бергендей қақылдамашы. Ау тегімді келіпсің ау тергеп менің, сұрақтың астын алар жендетпедің. Тоқайып десе жыны қозатындай, Мәсімовтің қолынан жем жеппедің. Билікке президенттің туыстары келмейді деген заңын көрмеп бедің. Айтсайын кламмен ұруды айтып, елді бөліп өкпетті ермектерің. Айтпақшы көп айтысқа шапаныңа руыңды жаздырып ап келмеп бедің. Қаржас деген ол менің паспортымды, өзіңді өзгелерден бөлмеп бедің. Сол кезде мен ұяттан өлмеп бедім. Бірлікті айтар бұқарлар, мынау болса ағайын осы емес пе кері кеткенің. Президенттің алдым деп қарындасым, мен ешкімді қорқытып терлетпедім. Атасының буымен аттан салып, руымен мақтанатын сен деп бедің. Ау Аспанбек қандайсың, бықсығанмен жанбайсың. 5 қаңтарда айтам деп маған салмақ салмайсың. Өзіңде үйде жатып ең, енді келіп қандайсың. Айысқа шықпай кеттің деп неменеңе зарлайсың. Көп шықпай жүрсем риза бол, мен жиі шықсам маңырайсың. Айыстан кеткен түгім жоқ, айтатын әлі жырым көп. Жүрсіні жоқ демесең, Атырау арқа Алтайдың аралап жүрмін әрқайсын. Егер мендей бол алсаң, қапастағы құс болмай, қырандай биік самғайсың. Бір жансал ақан серідей, алашты еркін шарлайсың. Сен болсаң ләппәй тақсыр деп, бір бұйрық келсе тоқтайсың, бір бұйрық келсе заулайсың. Жүкең бар десе барасың, барма десе бармайсың. Басқарылатын пультпенен ойыншықтан алмайсың. Тәуелді болып отырып тәуелсіздік деп сарнайсың. 91-де туылған, 13-те белім буынған. Мен жылқы мінез жігітпін, мойныма құрық салмайсың. Арғымақты ит құсап қарғылап ұстай алмайсың.
халқымның тігілгенде от жанары, айтайын айтыс жайлы топтаманы. Көз ашық көкірек ояу көрерменнің ақындарға қоятын көп талабы. Ал бұрынғы ақындар қандай еді, сөзінің қызуы бар оттан әрі. Сен айтқан 90 жолдық толғаулардан артық ет қоныспайдың төрт тағаны. Шошимын салауатты танымайтын көргенде айтыстағы көп баланы. Жыпырлаған жұлдыздар қаптап кетті, ораздардың сағаты тоқтағалы. Батыстағы мелістей марғасқаны көргісі келеді жұрт топтан әлі. Қазаннан қара кесек еттер кетіп қалдық қой кілең шикі ботқалары. Президенттің өзіне ақыл айтып ботқалар саясатқа тоқталады. Өлеңге айналдырып әкеліп жүр өсектерді теріп ап соткадағы. Жұлдыз боп шыға келеді ертесінде ақынның ең қаттырақ оттағаны. Қазағым оянсаңшы, асылың мен жасығың қашан енді сортталады. Оянбасаң жұлдыз боп кім көрінген тұлпарлар бордай тозып жоқ болады. Көрінгенді көсем қып алатұғын, қараңғы елдің жұлдызы көп болады. Ол Аспанбектің өлеңі, мұнардан мұнар мұнар күн, мұнар болмай қайтеді, арасынан шықпаса көк түтін мен тұманның. Сақынаның үстінде арындайсың әйтеуір, арақ беріп есірткен аттарындай сығанның. Сақынадан түскенде бар мен жоғын білінбей, жым-жырт бола қаласың, жыбырындай жыланның. Айтысқа қосқан үлесің, Доспанбеттің сөздерін Аспанбек қып шығардың. Айтысқа алғаш келгенде орамал тағып басыңа, біз секілді айқаспай, қыз секілді сыландың. Оныңнан да түк шықпай, адасып ескі жолыңнан, айтақыннан да асам деп, екезуің көпіріп, өтіріктен өтірік жолғынғанды шығардың. Оныңнан да түк шықпай, екі қолың ербеңдеп, сарыарқадан келген деп, қуаныш мақсұтып ағаңдай қылқынғанды шығардың. Ол бейдеңді өшіріп, зайытыпты көшіріп, жараспайтын жасанды түртілғанды шығардың. Айналып кеп соңында, айфоның бар қолыңда, болатынға да жыр арнап, болмайтынға да жыр арнап, қыңқылдауды шығардың. Жырау дегенге жыртылғанды шығардың, биігіне бұқардың, бұлқынғанды шығардың. Саяздығың болса да саясатты айтып соншама, Инстаграмда жыр оқып жылдыңдауды шығардың. Тағы бір кезек берейін, тақпағын тыңдап көрейін, диктофонын құшақтап диванда жатқан жыраудың ай.